Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы электрлік және қол еңбегі құралдары мен жабдықтары. Тәжірибелік жұмыс. Оқу мақсаты табиғи және жасанды конструктивті материалдарды өңдеу үшін пайдаланатын қозғалысты беру, механизмдер мен қол электрлік құралдардың құрылысын анықтау және сипаттау, қол электрлік құралдары мен жабдықтары мен қауіпсіз жұмыс жасау тәсілдерінің еңбек гигиенасы ережелерін сақтау. Сабақтың мақсаты оқулықта берілген және қосымша тапсырмаларды орындайды, жазба жұмыс жасайды, сұраққа жауап береді. Шығармашылық идеяларды іске асыру үшін оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмаларды орындайды. Тақырып бойынша қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады. Бағалау критерийлері: жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. Сабақ барысында тыңдаушының назарын өзіне аудара алады. Симметриялы болу үстем үйлесімдеушісі суреттің қағазға дұрыс орналасуын қатаң қадағалайды. Дескриптор онлайн түрде жиынтық жұмысты жүзеге асырады. Акт ақпараттарын сабақ барысында тиімді қолдана алады. Электрлі құралдар. Электр көне грекше барлық электромагниттік құбылыстың, яғни электр зарядының болуына және олардың қозғалысы мен өзара әсерінен негізделген құбылыстардың жиынтығы. Электрлі құралдар дегеніміз бойында тоғы бар құралдарды айтамыз. Электр қауіпсіздігі адамдарды электр тоғының, электр доғасының, электрлі магнит өрісінің және статикалық электрдің зиянды және қауіпті әсерінен қорғанысын қамтамасыз ететін ұйымдастыру техникалық шаралардың және құралдардың жүйесі. Электр өлшегіш құралдар. Әртүрлі электрлік шамаларды өлшеу үшін қолданатын құралдар класы. Жылытқыш құралдар және тұрмыстық машиналар. Балалар, біз күнделікті тұрмыстық техникада электрлік құралдарды пайдаланамыз. Фотосуретке назар аударамыз. Фотосуреттен не көріп тұрмыз? Өте дұрыс айтасыңдар. Балалар, тұрмыстық машиналар. Тәжірибелік жұмыс. Мектеп жиһазындағы мәселелерді қалай шешуге болады? Ақаулықты қалай жасау керектігін үйретеді. Жиһаз өз бетімен жөндеуді үйретеді. Нұсқаулықты қолдану арқылы. Балалар, тәжірибелік жұмыс барысында сынған орындықты жасаймыз. Бізге алдымен керек құрал жабдықтарды таныса кетейік. Электр бұрғы, бұран шеге, бұрама шеге. Электр бұрғының құрылысымен таныса кетейік. Бас жағын қысқы деп атайды. Корпусы, қосу батырмасы, тоқ өткізгіш кабелі. Балалар, біз үйген нәтиже жұмысымызды бастаймыз. Алдымен бұран шегені қысқының басына қатырамыз. Қысқының бетін аламыз. Бұрама шегені қатырамыз. Міне балалар, тәжірибелік жұмысымыз осымен міне сынған орындықты жарамды етіп шығарды. Тәжірибелік жұмысымыз осымен аяқталды. Жалғыз байланыстар, желі мен қосылыстар, тұрақты қосылыстар арасында жиһаз өндірісінің ең табысты тобы желі мен қосылыстар болып табылады. Олардың арқасында ол әртүрлі нысандардың дизайнын жасайды. Жиһаздың бір қатар қосындылары оң қасиеттерге ие. Олар технологиялық өлшемді тұрақтылықты арттырады, жоғары күш береді, крекинг ықтималдығын азайтады.
Қол еңбегі құралдары. Балалар, фотосуретте қандай қол еңбегі құралдарын көріп тұрмыз? Айтамыз өз ойымызды. Балалар, бүгінгі сабақтан алған әсеріміз қандай? Өте жақсы. Жақсы, бір қалыпты, онша емес, жаман. Өздеріңіздің сабақтан алған әсеріңізбен ұстазбен бөлісеміз. Үйге тапсырма. Үйде сынық немесе жасауды қажет ететін жиһазды қажетті құрал-жабдықпен жасау. Жұмыс жасау барысында қауіпсіздік техникасын қатаң сақтаймыз. Жасаған жиһазымызбен интернет желісі арқылы ұстазымызбен бөлісеміз.